6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Qaranglar, dengiz daramiyasi. Monisi nesi? Tiko men dostları 21 bölüm Avrora jaylı аңыз. Бұл қалай болғаны? Не болып кетті? Ханым, абайлаңыз. Үйлеріңе қайтыңдар. Мұнда қайтып келмеңдер деп қой сендерге. Тұра тұрыңыз. Біз бұл жаққа бұрын келген емеспіз. Сөйлеме. Шағын қыстаққа сендерден басқа кім келеді дейсің? Сендер киттің жарқырайтын сүйегін ұрладыңдар. Сол жетпей ме? Кетіңдер ғана. Жарқырауық киттің сүйегі ме? Естідіңіз бе? Джеймси осында келіп, сүйекті солар ұрлаған болуы керек. Кетіңдер деймін. Әйтпесе иттеріме талатам сендерді. Естіп тұрсыңдар ма? Біздің бөтен ойымыз жоқ. Тоқтаңдар. Анау не? Джуниор! Тұра тұр. Әке! Джуниорға тисе алмайды. Сендерге не болды? Бұларың не? Иттеріңізді қорқытсақ кешіріңіз. Сізден бірдеңе сұрайын деп едім. Сендер китті іздеп таппақсыңдар ма? Сол үшін келдіңдер ме? Иә, оны іздегенімізге 7 жыл болды. Әлі іздеп келеміз. Түсінікті. Кешіріңдер, сендерді басқа біреулер екен деп ойлап қалдым. Өтінем, жарқырауық киттің сүйегі туралы бізге айтып беріңізші. Киттің сүйегі отбасымыздың мұрасы болған еді. Бір күні әлгі адамдар келіп, сүйекті көрсетіңізші деп өтінді. Мен қайдан білейін, оларға көрсете қойдым. Ал олар сүйекті алып кетті. Өздері тым дөрекі екен. Біраз уақыт өткен соң олардың достары келді. Бірақ иттерім бәрін қуып жіберді. Скорпионның жігіттері ғой. Тағы не болды? Тағы ма? Киттің сүйегі туралы тағы не білесіз? Білсеңіз, жасырмай айтыңызшы. Әке! Отбасылық мұра болған сүйек жайлы қандай да бір аңызды естуіңіз бар ма? Есіңізде қалған шығар. Иә.
Сендер соған бола келдіңдер ғой, я? Оны ұрлап кеткен адамдардан сақ болыңдар. Бұл не? Ақмақ болғанымды көрмейсіңдер ме? Отбасылық мұраны бейтаныс адамдарға бекер көрсеткен екем. Қараңдар. Бір күні 7 басты алып жылан пайда болыпты. Сөйтіп не бір собалаң тудырыпты. 7 басты жылан дейсіз бе? Ол Аврора ғой. Инуиттіктер одан жамандық шақырады деп қорыққан екен. Иә, жақсы біледі екенсіз. Жарайсыз. Содан соң жарқырайтын кит пайда болды. Жарқырайтын кит жыланмен шайқасып, оны жеңіпті. Сол кезде жылан жарқырайтын китті қарғаған көрінеді. Кит алып мұзтаудың арасында қалып қойыпты. Кит тұрып қалған мұзтау Арктика жақта деседі. Ал әлгі кит бір жола мұздың арасында қалған екен. Әке, Мен небір аңыздарды оқыдым. Бірақ жарқырайтын кит жайлы ештеңе таппап едім. дегенмен мынау кәдімгі аңыз ғой. Иә. Сіз айтқан әңгіме өте орынды болды. Мына қағазды суретке түсіріп алғыларың келе ме? Жоқ, рахмет. Бұл көргенімді ешқашан ұмытпаймын. Сендер әлгі адамдарға ұқсамайсыңдар, жылы жүзді екенсіңдер. Жарайды, сендерге тағы бір нәрсе айтайын. Тағы бір нәрсе? Кит тұрып қалған мұзды айтам. Не? Сіз жарқырайтын китті көрдіңіз бе? Қай жақтан көрдіңіз? Бірақ ол әлі сол жақтама білмейм. Оны өз көзіммен көрген жоқпын. Сонда кім көрді? Бұл осыдан 2 жыл бұрын қыста болған еді. Солтүстік теңізге кеткен Тапия мен Тапик адасып қалыпты. Үйге қайтар жолда таба алмаған көрінеді. 2 күн. Үйге 2 күннен кейін бірақ келді. Олар сізге жарқырайтын мұзды көрдік деді ме? Жоқ. Тапик деген ит қой. Ит не? Сендерге үрген иттердің бірі. Ал Тапия ше? Ол менің немерем. Ол кезде ол 6 жаста болатын. Мына осы маңайдың картасы ғой, қай жерде екен айта аласыз ба? Бұл біздің қыстағымыз ғой. Түсінікті. Немереңіз көрген жарқырайтын мұз мына жерде ме? Осы жерден көрді. Не? Бұл осы жерден кем дегенде 50 шақырым жерде ғой. Сол жаққа итпен барған ба? Тапик арбаға жегілетін ең мықты ит. Ол суықтан әбден тоңған немеремді арқасына мінгізіп алып келді. Солай ма? Мен сендерге жарқырайтын мұздың қайда екенін айттым. Бірақ ол жаққа қалай баратындарыңды айтпадым ғой. Кемелерің мұзды жарып өте алмайды. Мұз тым қалың. Пепперончиноның мұзды жарып өтуге шамасы жетпейді. Жел қатты соғып тұрған жоқ. Біз қалайда жолға шығуымыз керек. Бәлкім бір амалы бар шығар. Пепперончиноны ылғи мақтаушы едің ғой. Қолымнан келмейді. Мұз тым қалың. Жарып өте алмаймыз. Бір жерде тұрып қалдық. Иттердің даусы ма? Анау не? Жегілетін иттер ғой. Бізге қарай келе жатыр. Олар қайдан шыға келді?
Атам кеме мұздың арасында тұрып қалады деді. Сіздерге көмектесуге келдім. Сен Тапиясың ба? Иә. Сіздерді жарқырайтын мұзға бізден басқа ешкім ертіп бара алмайды. Рахмет. Мынау Тапик қой. Сүйкімді ит екен. Иә, сіздерге қыстақта үрген осылар ғой. Рас па? Осы иттер ме? Қызық. Иә, бұлар мені де тыңдайды. Атам екеуміздің айтқанымызды бұлжытпай орындайды. Өздері сондай ақылды. Әлі есіне адал. Әлде бір қауіп төнсе, құтқаруға асығады. Түсінікті. Шын ба? Сен адасып кеткенде осы ит құтқарды ма сені? Олар бұрын болған оқиға. Сен иттер туралы көп білмейтін шығарсың, я? Неге білмеймін, білем. Солай ма? Керек десең, иттерімді саған айтақтай алам. Айта қойшы, жарқырайтын мұзды қай жерде көргенің есіңде жоқ па? Егер итіңнен көмек сұрасаң, саған сол жерді көрсетуі мүмкін ғой. Не дейсің? Айтшы, Тапия. Дұрыс айтасыз. Онда кеттік, жылдам. Иә. Сен қыстаққа кемемен қайтта, бізді сол жақта күт жүре ма? Жолдарың болсын. Мұстауға менің де барғым келіп тұрған жоқ. Ханым, кемеде қаласыз ба? Онда мен де бармайым. Томас, бізбен бірге бара ма? Мен бе? Баланың жылы жерде қалғаны дұрыс. Бала? Нанами, мен сендермен бірге барам. Мұстауға барғанда жылаушы болма. Жыламайым, мен сенен үлкенмін ғой. Байқамадың ба? Кеттік. Жарқырайтын кетті іздеп табыңдар. Жарайт. Тико, Джуниор, бізді күтіңдер, жарай ма? Иттерің жүйрік екен. Иә, оныңыз рас. Күн батып барады. Кеш болды. Атмосфералық қысым төмендеп барады. Алдыңғы жақ көрінбей барады. Күн бұзылып тұр. Қарлы боран соғуы мүмкін. Аэростатты түсіріңдер. Бірақ монитордан көз алмаңдар. Мына нүктеге қарай жылжимыз. Қарлы боранға бола зерттеуді тоқтатпағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Суығын-ай. Шанамен келе жатқанымызға біраз уақыт болды. Қашан жетеміз? Иттердің қарны ашқан жоқ па? Жоқ. Олар 3 күнде бір тамақтанады. Шыдайды. Қарындар ашпай ма? Болды. Кеттік. Қазір ме? Кішкене жылынып алайыншы. Мына баланың кемеде қалғаны дұрыс еді. Суық. Қарлы боран келе жатыр. Не? Қарлы боран дейсің бе? Осы таудан өткен соң, иглу ашығы бар, соған барамыз. Шынымен қарлы боран соғайын деп тұрма. Аспан ашық қой. Ауа райы жақсы. Қаласаң осында қала бер. Жоқ, қалмай. Қане, Томас. Рахмет, Тапия. Мұндай қарлы боранда иглуға жетіп алғанымыз дұрыс болар. Боран біраздан кейін басылады. Осында аялдай тұрғанымыз дұрыс.
Алдымызда тау бар. 245. 245. Бұл жақсылық емес. Алдымыз көрінбей барады. Не айтып тұрсыз? Мынадай ауа райында рейдерде жөнді жұмыс істемейді. Рейдер істен шыққалы тұр. Ары қарай жүру қаупі бар. Қараш. Бірдеңе істеу керек. Жоқ. Алдымыз мүлде көрінбей қалды. Тым қауіпті. Кеттік, Томас. Иә, қазір барам. Не болды, Табик? Абайла, Томас! Шұңқырды көрдің бе? Түбінде су бар. Суға құласаң аяқ қолың сіресіп қалуы мүмкін. Тоқтаңдар! Томас, жылдам! Баланы күтіп тұратын уақыт жоқ. Мұндай қолайсыз ауа райында кішкентай қателіктің өзі көп адамның өмірін қатерге тігеді. Сондықтан тездетпесек болмайды. Діттеген жерге қалайда жетуіміз керек. Солай емес пе? Мына жақтағы өмір қиын екен. Мұхитта да сондай ғой, иә? Ей, не болып қалды? Жағдай мәз емес. Мұз тым қалың екен. Ендеше жарылғышты қолданыңдар. Не? Жарылғыштарды? Айналаның бәрі мұз емес пе? Біз қалай қолданамыз? Саспаңдар. Кемеде жарылғыштан көп нәрсе жоқ. Барып, дайындаңдар. Құрылысшы сияқты мұздың үстінде осыларды орнатқанымыз жетпей тұрады. Күн тұманданып бара ма қалай? Осы жақта ма? Осында ма, Табик? Көрмей тұрмын. Мыналар неге тездетпейді? Не істеп жатыр өзі? Өйткені көп жарылғыш қолданбақшымыз. Оларды орнатуға біраз уақыт керек қой. Мұнда ұзақ уақыт күте алмаймыз. Соншама жарылғышты қолдан аламыз деп ойлайсыз ба? Сүйектен ешқандай ерекшелік көріп тұрған жоқпын. Ана тау жарқырап тұрған жоқ, сонша жерден бекер келдік пе? Саған біреу осында кел деді ме? Тағы бастады. Әке, Тапия Томасқа неге тиісе береді? Тапия, тауға жақын бара аламыз ба? Әрине. Анау не? Қараңдар. Еңкейіңдер. Пеперончино. Не болды, Нанами?
Нанами, даусыңды естімей тұрмын. Мықтап ұста. Томас, жарайсың. Рахмет, Томас. Тапия, сен қыз баласың ба? Солай ма? Сен білмеп пе едің, Томас? Тапия қыз ғой. Тағы жарылатын сияқты. Нанами, пеперончинамен хабарлас. Иә, Аяғының ауырғаны қойды ма? иә. Пеперончино, бұл Нанами. Тағы жарылып жатыр. Абайлаңдар. 21 бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында